Ендігі тілекті бізді мектеп дәуірінде дүние жүзімен таныстырған, сол уақыттағы Совет үкіметіндегі елдермен таныстырған география пәнінің мұғалімі, қазіргі уақытта педагогикалық институттың аға мұғалімі Қырмыз апаға береміз. Қырмыз апа, өз сіздеріңізді мына шәкірттеріңізге көтерсеңіз. Şeye basın tak. Şeye basın. Gördünüz mü? Менің мені айтылған сондай жақсы достардың барлығынан толық бастадым. Міне бүгін мектебіне келіп соншалық істеген жеріміз бағана соңғы қоңырауды көріп сендердің осындан 25 жыл бұрын тап сондай болып тұрғанымыз көз алдымызға келді. Растанам оқытқан балаларыңды көргенде сол баланың оқытқан уақыттағы балалық уағыменен есіңе аласың да. Қазіргі мына ер жеткен уағыменен емес, сол тәрбиелаған уақытында, оқытқан уақытындағы уақытты көз алдыңа елестеп тұрады. Мен соны айтар едім, бір жақсы класс болды. Айтмұрат Әлеміштің басшылығында барлығы шетінен бұлардың әнші еді, күйші еді. Сондай бір жақсы класс болды. Айтмұрат ағада сіздің класс, менде сол параллельный Қарақалпақ классы болды. Сол жылы
Енді өз мектептің жаңа ашылған уақыты Терешкова өздеріңізге белгілі жүдә бір абырайлы мектеп еді ғой. Қазір сондай абырайда лейкім ол уақытта қай жерде олимпиада болса бірінші екінші орын Терешковаға деді. Қайсы бір сабақ болмасын. Сондай бір абырайлы мектеп еді. Сонdan тәрбияланып шығып, бір үлкен азамат болған екенсіз шетімізде, үлкен адамгершілікті, мына адамгершілігіміздің белгісін көрсетіп жатыр. Жылда сонша мектептен балалар шығады, бірақ соның ішінде мына сендерде шөлкімдес білетіні аз санда сирек ұшырасады. Әсіресе мына 20 жылыңызды белгіледіңіз, ол уақыттан шақырып едіңіз, рахмет көп. Енді бір себептерменен келе алмай қалдық. Бір ауыр жағдайларымыздың тұсында еді ол жылдар. Сол үшін бүгіннен бір қыстау шаруалары бар еді, соған қарамастан балаларымнан қол үзбейінше 20 жылдығында онда бара алмап едім деп, бүгін келгеніме сондай қуаныштамын. Көп-көп рахмет. Жаңағы тәрбиелаған мектебін ұмытып кетіп жатқан балалар бар. Пәлен мектепте шығып едік деп, мектебін атын айтып сәлемге келмейтін балаларымызды көріп жүрміз. Бұл адамгершілігіңіз ұзағына болсын, денсаулығыңыз бекем болсын, жұмыстарыңызда үлкен табыстар бола берсін. Өзі жас уақытыңыздан сол адамгершілігіңіздің бар екені белгілі еді ғой. Мысалы үшін мен мына Қазыбекті көрсем, әр уақытта Қазыбекке карта істеткенім есіме түседі. Үлкен картаны беріп, мына карта мектепте біреу ғана, осыны қырмызы сен түсіртесің балаларға деп тапсырма берді. Мен осы классқа келіп, біреуін өзінің классына бердім, біреуін Қазыбекке бердім. Қасында 2 бала бар еді, қайсы балалар екен соға күніңменен қараймын, сол 2 бала қайсы еді деп. Сол біреуі мұқан болып еді. Сол картаны тап дал өзі қылып шығарды ғой. Жапаға марқұм жақсы адам еді отырмыз, келерсін. Жапаға айтады, мені көрдің бе? Орыстан өтенің деп қолынан келеді. Россиядан шыққан карта. Мына біздің қарымпақпен қазаған дал өзі қылыпты. Міне сондай өз бір адамгершілік деген адамға жас уақыттан тәрбиелеседі. Әлбетте онда тәрбиешілердің үлесі бар шығар. Айтмұрат Әлиевичтің, Жұмаш ағаның, тілден оқыған жеңешенің, Пай апаның, Оразыл апаның, Самил апаның тағы басқа. Сол үшін мен біріншіден ұстаздарыңыз елі аман болсын. Ұзағынан денсаулық бекем болсын. Қарлық дәуірде жақсы етіп өткізу бұл үлкен бақыт. Бұл әрмеге тиісе бермейді. Адамның жас уақытын жақсы өткізуі мүмкін, себебі өзінде күш қайрат бар. Ал қарлы уақыттың жақсы өтуі оның балаларына байланысты, туған туысқанына, көбіне балаларына байланысты. Сол үшін мен тілер едім, бұл екінші адамның өмірі сол үлкейген уақытта біздерге үлкен бақыт берілсін. Балаларыңыз аман болсын. Ал енді сіздерге соны тілер едім, сол үлкен денсаулығыңыз болсын, жұмысыңызда табыстар болсын, семьяңыз бекем болсын, бауырыңыз бүтін болмай, балаларыңыздың қызығын көре берің. Сіздер біздерді көрсеңіз, әр уақытта жас болып тұрасыз. Алдыңызда үлкен адамның болғаны жақсы. Сол үшін айтқан ғой Эльвис, қары менен жас екеуі бірге қосылса гармония болады деген. Ылғи жастар болса, онда ол комедия болады деген. Сол үшін біздер аман болайық, сіздер аман болың, осылай ұшырасып тұрайық. Және бір қатынасайық балалар, үйлерге қыдып келіп тұрын, барып келіп отырайық, қатынасқан деген жақсы, бір-біреуге қолдан келген қызмет істеп тұрайық. Ол енді әрменімен қолынан келеді ғой. Сол үшін осы қатынастықтың басы болсын балалар. Соған өткісінде қуанышқа ұшыраса берейік. Сол үшін.
tanып atқан жағы. Ben pasayla video diye karıyorum. Bana karıyorum. Қазір айтам, қыздарына көп төлейді.